Сәлеметсіздер ме? Органика есептері С деңгей екінші бөлім кеттік. Бастамай тұрып каналға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер, чтобы каналға қарай жүру үшін кеттік. Фенол мен этанол қоспасы толық әрекеттесуге 4,6 грамм натрий жұмсалған. Дәл осындай массадағы қоспаға артық мөлшердегі бром суын қосқанда 3,31 грамм ақтұнба түзілген. Бастапқы қоспадағы этанолдың массалық үлесі. Қараймыз. Фенол мен этанол. Фенолдың формуласы С6H5OH. Этанолдың формуласы С2H5OH. Екеуі де натриймен әрекеттескен. Натрий мұнда тұрған сутек атомын шығарып жібереді, өзі соның орнына барады. Орнын басады. H5O натрий қосылған H2. Дальше С2H5O натрий қосылған H2. Так, мұнда 2 қоямыз, 2 қоямыз, 2 қоямыз, 2 қоямыз, 2 қоямыз, 2 қоямыз, 2 қоямыз. Так. Осы жерде бізде 4,6 грамм натрий жұмсалған дейді. 4,6 грамм натрий. Оны моль тауылсақ болады мына жерге. Оны қайды неге натрий? Масса берілсе, мрге бөлеміз. 4,6-ны бөлеміз 23-ке. Бұл кезде бізде шығады 0,2 моль. То есть 4,6 грамм, ол бізде қанша моль? 0,2 моль. Так, дәл осындай массада қосуға бром суын қосқан кезде, бром суы мен этанол әрекеттеспейді, тек фенол әрекеттеседі. Қараймыз. С6H5OH қосамыз бром 2, 3 бром фенол тіледі ақтұнба. Так, С6H2 бром 3OH қосылған 3H бром. Алдында қанша қосыламыз? 3 қосыламыз. Так, 3,31 грамм ақтұнба түзілген. 3,31, МР 331, X мұнда 1 моль табасылар, есептесек 0,01 моль болады. То есть бізде фенол қанша моль екен? 0,01 моль. Так, натрийда бізде тура сондай болады, астында 2, астында 2. Натрий табыла салатын болсақ. Так, 2-ні 0,01-ге көбейттіремін, 2-ке бөлім. Бәрі сол 0,01 шығады. 0,01. Так. Натрийдің фенолға жұмсалған мөлшері таптым, ол 0,1. Ал общий 0,2 жұмсалған, яғни этанолға жұмсалған натрийдің мөлшері алып тастай салам. 0,2-ден 0,01-ді алып тастасам, қанша болады? 0,19 болады. Так, астына 2 жаза салам. Мұнда X, мұнда 2. Пропорцияны шешем, 2-ні 0,19-ға көбейттірем, 2-ке бөлем қанша шығады? 0,19. Так, дальше массасын таба саламыз. Так, масса фенол С6H5OH. Зат мөлшерін МР-ға көбейттіреміз. Сол кезде бізде шығады 0,01 көбейттіреміз 94-ке шығады 0,94 грамм. Так, масса С2H5OH ең болады нью көбейттірем МР-ға. Сол кезде нью бізде қанша? 0,19 көбейттіреміз 46-ға. Сол кезде бізде шығады 8,74. Яғни қоспа бізде фенол мен этанолдан тұрады. Біреуі 0,94 грамм, біреуі 8,74 грамм. Екеуін қосатын болсақ, бізде 9,68 грамм шығады. Осының ішіндегі этанолдың үлесін сұрап жатыр. Так, этанол бізде қанша грамм? Этанол бізде 8,74 грамм. Үлесін сұрап жатыр. Так, 8,74 грамм қаншаның ішіндегі? 9,68 граммның ішіндегі. 9,68 көбейттіресін 100-ге. Сол кезде бізде шығады 93%. 90-да 6-ға жоқтайды. Қысқартпайтын болсақ, 90-да 6% жауаптың сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 20 грамм бензол мен фенол қоспасын натрий гидроксиді ерітіндісімен әрекеттестіріп, түзілген тұзды бөліп алған. Қалған қалдықты темір 3 бромиді қатысында бромдағанда 17 грамм шығымы 50% монобромид алынған. Бастапқы қоспадағы фенолдың масса үлесі есептеңіз. Так, бензол мен фенол. Фенолдан бастап өзірек. С6H5OH. Так, және бензолымыз бізде С6H6. Екеуі бізде қанша грамм? 20 грамм. Натрий гидроксидімен әрекеттескен. Бензолдың ішінде натрий гидроксидімен әрекеттесетін функционал топтар жоқ. Сондықтан бұл реакцияға түспейді. Тек кім түседі? Фенол түседі. Так, натрий OH. Қосамыз. H пен OH бізде махаббат. Не пайда болады сол кезде? С6H5O натрий, H пен OH қосылып не болып кете салады? Су болып кете салады. Так, қалған қалдықтар бұл фенол жоқ болып кеткен. Қалған қалдықта темір 3 бромиді қатысында броммен әрекеттестіргенде қосамыз бром 2 катализатор феррум бром 3. Бұл не мағынаны білдіреді? Бензол қосылу емес, орын басу реакциясынан түседі деген сөз.
жүргіземіз, кеттік. С6H5 бром қосамыз H бром. Қанша түзіледі дейді? Шығым 15-7 граммен монобромид түзілген дейді. Монобромид мынау. 15-7 грамм. Астына мрін жазып аламыз. 157. X моль табасылатын болсақ, 0,1 моль болады. Бірақ бұл реакция шығымы 50% деп тұр. То есть, мынау бұл 100%-мен болған кезде, 50%-мен болған кезде, одан көбірек жұмсалады екен. Значит, бұл 50%-мен шыққаны, ал бізге 100%-мен басында қанша жұмсалғаны керек. Есептейтін болсақ, 100-ді көбейтірем 0,1-ге, бөлем 50-ге, сонда қанша шығады? 0,2 шығады. Тауып алдым. Уау, бензолдың молі тауып алдым. Бензолдың молі бізде 0,2 екен. Соны көбейтіре саламын МР-на. Сол кезде масса шығады. МР 78, сол кезде қанша шығады? Бізде 15-6 шығады. Тауып алдым. Бензол менде 15-6 грамм екен. Сонда фенол болады. Бензол мен фенол массасын қосқанда 20 грамм, дұрыс па? Так, бензолымыз 15-6 грамм. Сонда фенол қанша болады? 20-дан 15-6-ны алып тастай саламын. Сол кезде 4,4 шығады. То есть фенол бізде 4,4 грамм. Соның үлесін сұрап отыр қоспаның ішінде. 4,4 грамм, 20 граммның ішінде қанша процент деп тұр ғой? 4-4-ті 20-ға бөлем, бізге көбейтірем, қанша болады? Сол кезде 22% бола салады екен. Жауап сәйкес тұр. Кеттік ары қарай. Так, 48. 67-2 литр ацетиленді гидрлегенде этан мен этилен қоспасы түзілді. Алынған қоспа 4-8 грамм бром суын түздендіреді. Қоспа құрамындағы этанның массалық үлесін есептеңіз. Так, ацетиленді гидрлегенде, ацетилен бізде С2H2 гидрлеген, сол кезде этан түзілген дейді. H6 и тағы да бір гидрлеген дейді. Сол кезде этилен түзілген дейді. С2H4, мұнда 2 қоямыз. Так, мына екеуі бізде қанша дейді? 67-2 литр дейді. Моль табатын болсақ, 22-ті бөліп алсаңыз 3 моль. Так, алынған қоспа бром суын түздендіреді дейді. Так, этан бізде қаныққан беді, қанықпаған беді? Қанықпаған. Ол бромға қатысы жоқ, бром суын түздендірмейді. Тек кім түздендіреді? Этилен түздендіреді. С2H4 қосылған бром 2 түзіледі. С2H4 бром 2. Так, 4-8 грамм бром суын дейді. Бізде қанша грамм? 4-8 грамм. Грамм берілсе астына мр жазамыз. 82 өлтірем, 160. X негізі есебін белгілі қателіктен 4-8-міз 48. 4-8 шығып келеді. Так, 1x, сол кезде бізде қанша шығады? 0,3 моль шығады. Тауып алдық. Бізде этилен қанша моль екен? Этилен бізде 0,3 моль. 0,3 моль. Так, сонда астына 1 жазып аламыз. X. Мұнда астына 1 болады. Так, есептейтін болсақ, ол бізде 0,3 моль болады. Общий ацетилен 3 моль. Мұнда 0,3 кетіп тұр, значит, мұнда қанша болады? 2,7. Мұнда да қанша болады? 2,7. Так, массаларын есептейтін болсақ. Так, бізде мұнда этилен 0,3 моль, этан 2,7 моль. Массаларын табасыламыз. Этандікі С2H6, МР 30, көбейттере салам 2,7-ге. Сол кезде қанша шығады? Бізде 81 грамм. Этанның массасы 81 грамм екен. Так, этиленнің массасы С2H4 0,3-ті көбейттере салам МР-ні 28. Сол кезде бізде болады 8,4 грамм. Екеуін қосатын болсам, сонда массасы 89-да 4 грамм. Үлесін табу керек. Үлесі, кімдің үлесі сұрап отыр? Этанның дейді. Этан бізде 81 грамм. Астында жалпы қоспа 89-да 4 грамм, көбейттересін 100-ге түзіледі 90-да 6. Жауабы 90-да 6 сәйкес тұр. Кеттік ары қарай. 2 моль натрийді этанолдың мынанша проценттік, мынанша миллилитр тығыздығы, мынанша суы ерітсе салды. Түзілген сутек газының көлемі. Так, болмайды деп ойлаймын. Кеттік. Натрий қосамыз. Этанол С2H5OH түзіледі. С2H5O натрий қосылған H2. 2. Так, 2 моль. Натрий бізде 2 моль дейді. Бұдан проблема жоқ. Так, этанолдың массасын табу керек.
этанол массасын табу үшін мына бәле фактардың бәрін көбейтіреміз да 100-ге бөлеміз. Сол кезде бізде шығады 76 грамм шығады. Так, 2 моль берілсе, астына коэффициент жазылады 2. Так, мұнда этанол бөлгенімізде 76-да 4 бөлесін 92-ге. Есептейтін болсаң, 2-ні 2-ге бөлесін 1 моль, 76-да 4 92-ге бөлесін 0,8. Кім аз? Әрине 0,8 аз. Яғни сутек газының көлемін біз кім арқылы есептейміз? Аз моль арқылы, этанолдікімен. Астына жазамыз 22-де 4. Так, мұнда пропорцияны есептей салатын болсақ, бізде шығады 18-де 20-да 83 шығады. Осымен шығады. Я? Жауаптың сәйкес тұр. Так. Алғара кеттік. Массасы 4,8 грамм органикалық зат жанғанда 3,36 литр СО2 және 5,4 грамм су түзілген органикалық заттың формуласын анықтаңыз. Так. Органикалық заттың формуласы да міндетті түрде не болу керек? Көміртек болу керек. Көміртек болу керек, сутек болу керек, оттек болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, білмейміз бірақ, я? Жазып қойсақ, жағамыз. Сөйледі сол кезде бізде не? СО2 қосылған H2 болады. Так, органикалық зат бізде 4,8 грамм дейді. Так, и бізде 3,36 литр СО2 бөлінген. 3,36 литр, литр бөлінген астынан жазамыз, 22-де 4 жазамыз. И 5,4 грамм су бөлінген. Су болады. Мұнда 5,4 грамм, астына 54. Так, қараймыз. Мынандай заң бар. Менделеев деген атам айтқан. Сызыққа дейінгі моль саны сызықтан кейінгі моль санына тең деп айтқан. Зат массасы сақталу заңы, иә? Так, мынау органикалық заттың ішінде көміртек бар, сутек бар және оттек бар. Сол атомдар бар жерді зерттейміз. Көміртек тек мына СО2-де бар. Давайте мольді алайық СО2-ның. СО2 ол бізде 3,36-ны 24-ге бөлсеміз. Сол кезде 18 Так, 0,15 моль. Ішінде көміртектің молін таба салатын болсам, СО2-ның ішінде қанша моль көміртек бар? 1. 0,15-ті 1-ге көбейтірем, қанша болады? 0,15. Проблема жоқ. Так, енді судың ішінде судың молі 5-те 4 бөлеміз МР 18-ге. Сөйледі 0,3. Қараймыз. Енді сутек. Судың ішінде қанша сутек бар? 2 сутек бар. 0,3-ті көбейтірем 2-ге. 0,3 көбейтірем 2-ге қанша болады? 0,6. Все. Көміртек пен сутектің қатынасын тауып алдым. Қанша екен? 0,15-те 0,6. Ең азы 0,15, екеуіне де 0,15-ге бөлем. 0,15-ге бөлем. Бүтін қатына шығару керек маған. Сол кезде бізде 0,15-0,15 бөлсең 1 шығады. 0,6-ны 0,15-ге бөлсең 4 шығады. Қатынас 1-де 4, яғни CH4 болу керек. Бірақ жауабында емес. CH3 бір қосын CH4 шықты. Бірақ мына жерде оттек бар. Ол қайдан шығады? Так, қарайым. Енді мына жерден көміртектің массасын есептеп аласың. Масса көміртек 0,15-ті 12-ге көбейтірем. Сол кезде бізде 1,8 грамм шығады. Сутектің массасын табамын. 0,6-ны атомның массасын 1 көбейтірем, қанша болады? 0,6. Екен қоссақ бізде 2,4 шығады. Массасы қанша? 2,4 грамм. Деп органикалық заттың. Бірақ менде органикалық зат қанша деп тұр? 4,8 грамм. Вау, қанша разница бар сонда? Так, 4,8 грамм деп тұр. Жалпы органикалық, бірақ көміртек пен сутектің тек 2-де 4 деп шығып тұр. Алып тастасам 2-де 4 грамм шығады. Значит, 2-де 4 грамм бізде не деген сөз? Ол оттек деген сөз. Молін таба салам. 2-де 4 бөлеміз МР 16-ға, я? Сол кезде шығады бізде 0,15. Ой, ішінде тағы не бар екен? Оттек бар екен. Оның да моль 0,15 екен. Бүтін қатынастар 0,15 дейтін болсақ, онда 1 шығады. Яғни заттың формуласы CH4O болады. Ол бізде бір-ақ нәрсе болуы мүмкін. Ол метил спирті. Жалпы осымен болды. Органикасы деңгейі аяқталды. Сау болыңыздар.